Сонымен абайдың жолымен әрі қарай жүре берейік ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз надандық деп алып отырмыз. Шығыс ғұламаларының бірінен мынандай бір сөз қалған. Ештеңе білмейтін, бірақ ештеңе білмейтін түсінбеген адам ақымақ дейді. Оны айналып өтті. Ештеңе білмейтін, бірақ өзінің білмейтінін түсінген адам шәкірт дейді. Оған ілім үйрет дейді. Барлығын білетін, бірақ білген іске асырмайтын адам ол ұйқыдағы адам, оны оят дейді. Барлығын білетін, білгенін іске асыратын адам ол данышпан, оны ұстаз тұт дейді. Негізі бар ғой, қандай адам болсақ та 18 миллион боламыз ба, 180 миллион боламыз ба, осы 4 категорияның біреуіне жатамыз бәрімізде. Біреуіміз білеміз, біле тұра жаңа қолданбаймыз, жалқаулығымыз бар, жаңа желкеде қырсықтық бар, тағысында. Біреуіміз білмейтінімізді жаңа білмейміз. Біреуіміз білмейміз, дей тұрғанмен солай екен жаңа түсінеміз, мойындаймыз деген секілді. Абай айтады, күллі адам баласының қорғалатын үш нәрсе бар дейді. Олар надандық, еріншектік, залымдық дейді. Қор боласың дейді, Абай айтады. Саған жаңағы абыройда жақсылықта жоқ осы егер үш сипат бойыңда болса дейді. Әуелгісі надандық. Жалпы өз надандық деген не? Ой жүгіртіңізші ағайын. Ойланайық шай ғана. Абай надандықтың жаңа бірнеше типін көрсеткен. Негізгі бөлімінде 38 сөзді айтады. Надандық, білім ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені жаңағы оларсыз біліп болмайды. Жаңа ғылым білімсіз дейді. Абай айтады. Сонда надандық деген білмеу өз. Бір нәрсені қалай дұрыс істеу керектігін білмеу. Немесе сол білмейтініңді білмеу. Істің ретін білмеу. Жаңа істің көзін таппау. Өзінің қателігін түсінбеу. Өзіңді қалай тәртіпке үйрету керектігін білмеу. Осы надандық. Мақсат қоя білмеу. Бұл да надандық. Өз тілінен басқа кемінде бір шет тілін білмеу. Қазіргі заманда бұл да надандыққа келе жатыр. Сол тілді қалай үйрену керектігін жаңа білмеу. Ол да надандық. Айта берсе көп енді. Ешкім бұл дүниеге жаңа ақылды болып келіп, бәрін біліп тумайды. Бәлкім надан болып келеді, бірақ өмірге келгенде ештеңені білмейтін адам едім деп отыра бермейді ғой енді адам. Абайдың айтатыны бар. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын дейді. Қайтып надан боласың. Егер Құдай саған жан-жағын тануға ақыл берсе, ойлана алсаң, жүрек берсе үйренуге, қайрат берсе, қабілет берсе, қайтып надан боласың. Адам болған соң, өмір бойы сол надандығымен күресіп өту бір өмірдің мәні өзі. Бәрін білу мүмкін емес. Ал күресу неден басталады десек, сол надандығымды мойындаудан басталады. Ең қиында осы. Қазақта бір ұлы сөз бар ағайын. Біз күнде естіп жатқан соң кейде мәніне қатты үңілмейміз. Қазақ айтады, қарғыстың жаманы дейді. Өзің білме, білгенің тілін алма дейді. Ең қиын қарғыс. Ал егер надандығыңды мойындай алсаң, іздене бастайсың. Өзің түзетесің. Сөйтіп кемел тұлға болуға жақындайсың. Айналаңа мен әлі жаңағы ештеңе білмеймін деген жаңағы ұстаныммен адам қарайтын болса, көп нәрсе өзі жеңілдейді ағайын. Сосын адам бірдеңені білем деп тыраштанған кезде, өзінен өзі үрінген кезде өзі қиын адамның көзіне. Оның бойыңды ол білмесең оны не сайып? Басыңдағы тәжіңді шеш. Тәкаппарлығыңды. Сол қарапайым боласың. Тәкаппарланбайсың. Ешкіммен таласпайсың. Ешкім ештеңе деп дәуелдеп, жаңа көгөзу болып жатпайсың. Оның қажеті де болмай қалады. Надандық дегеннің өзін сансаққа жүгіртіп, қоғамдағы түрлі жаңағы құбылыстардан көріп отырсыздар. Мен қазір Қазекең арасында көп тараған бір түрін айтайыншы. Ол мына қарым-қатынастардағы надандық. Ер мен әйелдің, келін мен ененің, көрші мен көршінің деген сияқты. Жалпы адамдардың арасындағы қарым-қатынас. Екі күннің бірінде естиміз осы нәрсені. Ерлі-зайыптылар ажырасып жатыр, жаңағы себебін қарасаң бір болмайтын нәрсе, ұрыстық басы боқжыма деген сияқты. Бұл болмайтын нәрселерге болады да, сол ушығып кетіп жатады. Болмашы сөзге болады, өсекке, қауесетке болады. Болмаса ақыл мен пайымның жетіспегендігінен шаңырақтар ортаға түсіп, балалар тірі жетім қалып жатқан жағдайлар болар. Қарап тұрсаңыз, бұл да надандық. Ер адамның психологиясын білмеу, әйелге қай кезде не айту керек екенін білмеу,
Тіпті үшінші біреулердің араға түсетін кезде түспей, араға түспейтін кезде түсіп кететін жағдай болады. Бұны қазаққа ауру деп айтсақ та жаңылмайтын шығармыз негізі. Басқаларда да бар шығар, енді біз өзіміздің қоғамымызда болып жатқан соң қазағымыз деп айтамыз ғой. Айналадағы адамдарымызды жете танымау, жете білмеу. Өз қасында жүрген адамның жаңа қандай нәрсені ұнатпайтынын, не нәрсеге жаңа нервісі қозатынын біліп алу керек қой негізі. Және болады ол. Сосын соған сай подход жасау керек. Саған да, оған да жайлы болатын бір ортақ істер істеу керек. Жылы сөз айт. Енді бекерден бекер айтпайды ғой дінімізде. Біреуге жылы сөз айтсаң, жылы жымиып қарасаң, садақа деген сөзіңіз бекер емес қой. Қысқасы ретін табуға болады. Себебі болмашы кей келжің жаңағы жақыныңның айтқан сөзді, жақынның айтқан сөзін жүрегіңе қатты қабылдап алу, соған ренжіп қалу, дүниенің алдамшы жылтырақтары деген нәрселер жаңағы сенің жаңағы шаңырағының ортасына түсіруге, балаңды жасық, жарыңды жексұрын етуге, әкең мен шешеңнің көңіліне қаяу түсіруге, отбасы деген асыл құндылығын тәрк етуге, ол татымайды, оған тұрмайды ағайын. Сондықтан надандықтан қаш дейді абай айтады. Қарым қатынасты былай қойғанда адамдар өзін танымайды. Адам ең бірінші жақсылап өзін өзі танып алу керек. Өзін тәнін өзі жөнді білмейді. Ел арасында айтылып жүрген бір әзіл бар. Қазақтар ауруханаға түсетін кезде, өлетін кезде бірақ келеді деп. Шынында да көбіміз, шынында да саудамыз бітті әбден ауру асқанған кезде дәрігер іздейтініміз жасырын емес. Тіпті құрт жеген түстің өзін көріп тұрамыз, қан құрт түскен түсті. Әбден шіріп түсіп дымсы қалған кезде дейін жүре беретіндер болады. Стоматологтан қорқамын, үйтемін деп, бүйтемін деп жүрген кезде, енді ол өзі бір нәрсенің басталса, оның салдары кете береді. Тісің кетсе, ол асқазаныңа әсер етсе, бауырыңа әсер етсе, бүкіл ағзаңа деген сияқты. Міне болмайтын бір надандықтың салдары үлкен. Міне сізге надандық керек болатын болса, әйтпесе сол тісті дер кезінде емдетуге 5-10 теңге шығын шығып кететін еді. Естіп жатамыз. 40-тан асқан 10 ер адам болса, соның 5-еуі жүректен, давлениеден, қан басымнан кетеді екен. Денсаулығын күтпейді. Метаболизм процесі қалай жүреді, қалқанша безі қалай гормон бөледі деген секілді өз ағзасында адамға керекті информация ғой. Алла берген нығметтердің жұмысын ұғынбайды. Өзіне қандай состоянияда, қандай тамақ керектігін, қандай күтім керек екендігін білмейді. Бұл да надандық. Алла тағала аманат деп берген соң тәнді, оны дұрыс қолданып күту, оны күтпеу надандық. Күту міндет. Білмейсің ба, түсінбейсің ба, онда білетіндерден сұрап ал. Сосын әрекетін жаса. Құранда айтады ғой, білетіндер білмейтіндерден қашанда артық тұратыны жайында. Қазір бірдемені білмедім деп айғарап отыра беретін заман емес. Не көп қазір? Құдайға информация көп, мүмкіндік көп. Енді осы мүмкіндіктен бас тартудың өзі надандық деп ойлаймыз. Бүгінгі дәл осы қоғамда көп кездесетін надандықтың түрі бір жасаған қатесін қайталап тағы жасай беру. Бірінен аяғын шақтырған адам қайтып сол аяғын салмайды дейді ғой хадисте. Өзің бір шалыс басқан тұстан сабақ алмау надандықтың бір сорақы түрі. Біреу білместікпен бірдеңе білдірсе, қойшы енді білмеді ғой дейсің. Ал тура сол нәрсені ертесінде істесе, не дейсің енді? Уже бұл апасын шаруа. Әрге бармай ақ қойыңыз, тапқан таянған лотереяға тігіп жіберетін адамдарды алып қараңыз. Бүгінде өзі ондай нәрсе қаптап кетті. Әншісі бар, басқасы бар, лотереясын жарнамалайды. Сөйтіп те жатады, жарнамайды да жатады. Жалпы есептеген кезде адамдар жыл сайын 4-5 миллиард ақшасын жоғалтқан екен осындай ойындарға қатысам деп. Біздің қоғамда, қазақ қоғамда. Ананың ұтысы, мынаның конкурс дегендер бар. Жыл сайын әртүрлі атпен пайда болады. Бірақ байқы қазақтың түсіп жатқаны сол бір қақпан. Ол қақпанға сол жарнамалап жүргендердің өзде түсіп керек десеңіз. Байқап жүрген шығарсыздар оны. Надандық деген не өзі? Сол бір жасаққан сорақылығың, қылмысың, күнәңді қайттан жасау. Сол надандық.
Бірінші кезде білместікпен ұрындым. Бірақ аузын күйгеннен кейін қайталамауға болады ғой, аузы күйген үрлеп ішуші еді ғой. Абай айтады: таппадым көмек өзіме көп наданмен алысып дейді. Көнбеді ешкім сөзіме жаңағы әдетіне қарысып дейді. Көп наданмен қанша алыссам да қарысып алып өзіме сөзім еш көнбеді деп налиды Абай. Бүгінше айтқанда қанша қой десеңіз де лотереяның айналасынан шықпайтын адамдар сияқты соны айтып отыр. Осы орайда Асан Қайғында сөзі мысалға келтіруге болады, айтады: надандықтың белгісі тілін алмау білгеннің дейді. Есі адамның көбі ескерті: әй қой жолама, лотерея деген ол бәле, айналайын мынау жаңағы пирамида дейтін ол түсінікті нәрсе, қойсыңдар дейді. Ондай нәрсе шыққан әділ болмайды, түбінде біреу опық жейді, соның күнәсін мойнына аласың дейді. Қалай берді, ол заңсыз деп заңгер де басқасы да ескертеді. Имамдар да айтып жатыр, харамнан жаңағы олжа іздемес деп. Сонда да жұрттың тоқтап жатқан шамалана, атысы шапты, жаяу қапты, қайырып сөзі кім ұқсын деген сияқты бәрі шапқылап соны кете береді. Білгеннің тілін алмау дейтін нәрсе осы. Түбінде басы жаңа тасқа тиген кезде ғана есін жияды, жиғаны. Есін жимай сондай құмарлықтың жетегінде жүріп азып, тозып, езіліп, буны жуып. Сондай кеткендер де бар. Абай айтады, 26 сөзінде айтады, надан адамның бір сипатын айтады: көңілі дейді, көз жетіп тұрса да дейді, хайуан секілді жаңағы әуел әдетінен бойын тоқтата алмайды дейді. Бір тиянақсызға түседі дейді. Ешкім тоқтатып ұқтырып болмайды оны. Не жаманшылық болса да бір әдет етсе, сол қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда өлгенде тоқтайды дейді. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп біліп, ойланып, өзігінен тоқтаған адамды көрмедім дейді. Абай айтады. Біздің осы күнгі сиқымызды бір алдын ала көріп білгенде айтып отыр ғой Абай, жарықтық. Енді Абайдан асырып не айтайық ағайын. Және бір сөзінде айтады, 26 сөзінде жаңылмасам: надан әл дейді, қуанбайтын нәрсеге қуанады дейді. Һәм ұялмайтын нәрсеге ұялады дейді. Ұяларлық нәрседен ұялмайды дейді. Бұның бәрі надандық, ақымақтықтың әсері дейді. Ұятқа қатысты тақырыбымызда айтып кеттік қой. Өткенде нағыз ұят пен надандық ол екі бөлек нәрсе. Ауруын жасыру ол ұялу емес, ол надандық. Ағадал еңбекпен жасап жүрген жұмысынан ұялу надандық. Малсыз болса да әкесі өлгенде жылқы соймады деп айтады жұрт деп ұялу, ол надандық. Жұрттың бәрі қымбат смартфон ұстап жүр, менде осы неге сондай болмады, менікі мынандай нашар болды деп ұялса, ол несі? Ол да надандық. Қатын балаңды асырауға шамаң жетпей жүрген кредитке iPhone 11 сатып алсаң, ол не? Надандық ол. Адам бала кезінде үлкендерге күніне 300-400 сұрақ қояды екен. Күн өткен сайын, есейген сайын сұрақ азаяды, тіптен біразысын таусылады. Бірақ ол ақылды болып кеттік, бәрін білеміз, бәрін білетін, бәрін жүйесін, жөнін тауып қойдық деген сөз емес қой. Көп нәрсені сұрауға кейде ұяламыз. Біз көп нәрсені бұрынғы әдеппен қалыптасып қалған қалпымен жасай береміз. Сұрамаймыз. Бұрынғы қателіктерімізді жасай береміз. Соны реттеуге біреуден сұрауға ұяламыз. Шындап келгенде осындай нәрсеге ұялу меніңше ағайын надандық. Абай айтқан надандық. Абайдың тағынан да сөзі бар. Бұлардың бір мінін айта бассаң дейді, кейбіреулер рас деп ұйыған болады. Оған наныққап жүрме дейді. Ертең ол дәлелердің бірі болып кетеді дейді. Қысқасы надандықтың осы сипаттарын айтып отырсаң, сені қоштағанда иә дұрыс айтасыз дейді. Рас деп отырады көп адам. Бірақ былай шыға береді, өздері солай жасап жүре береді. Тура сол Абай айтқандай. Адамдық асыл қасиетке көлеңке түсіретін құбылыс осы надандық. Білімсіздік, қараңғылық. Осының бәрі надандықтан басталады. Бірақ надандық тек білімсіздікпен ғана анықталмайды.
надандар, жоғарғы білімді надандар болады, ал керек болса. Тіпті арнайы ғылыми дәрежесі бар надандар болады. Әрқайсымыздың бойымызда надандықтың әйтеуір бір ұшқыны бар. Қасірет ол емес, қасірет сол нәрсемен күреспеу. Айтайын дегенім осы негізі. Қорытынды не? Абай айтады, мұнда елден бойың тарт, мен қажыдым, сен қажы. Айтып өтті қарт, көнбеді жұрт, не лажы дейді. Абайдың осындай өлеңі бар. Жұрт бойындағында надандықпен күресем деп жүрген кезде қажып, түңіліп, ең сонда осылай дейді. Малда да бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса дейді. Өз хайуаннан айырмамыздың өзі ақыл мен сезімімізде. Сондықтан тереңге бет қойып, надандықтан қашайық шағай. Атым надан қойған соң қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң қайда барып оңайын дейді. Бұл да Абайдікі. Абайды осыншалық түңілдірген қазақтың осы қасиетінен арылатын кез келді. Еш жиып, бойымызды тігіс ұстасақ қана басқалардың артында қалмаймыз ағайын. Әрине, надандық деген ұғымның ауқымы біз айтқаннан әлдеқайда кең. Бүгін өз бойымызда көп кездесетін түрлеріне ғана тоқталып өттік. Сонымен қорыта айтқанда, Абайдың 3-ші қара сөзінде надандыққа келетін адамның мінезінің біразын саралап келеді айтатыны бар. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өз тойымсыз, өнерсіз, ешкімге бір достығы жоқ, жүргенде мейірім жоқ деген сөз. Сонда достығы жоқ жандар шығады дейді. Мына надандығымызбен күресе алмай жүргенде осындай болып кетуден Құдай сақтасын шағайын.